Халықтың бақылау. Халықтық бақылау дегеніміз үнсіздік келісімнің белгісі. Егер әділетсіздікке көз жұмсақ, біз де соның серігіне айналамыз. Жемқорлықты көріп тұрып үндемеу оны қолдаумен тең. Сондықтан әр азамат өз орнында әділеттің сақшысы болуы керек. Мемлекеттік қызметкер болсын, мұғалім болсын, дәрігер болсын, полиция болсын, жұмысшы болсын, әркім өз саласында заң мен адалдықты қорғауға тиіс, міндетті. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады өз хадисінде: сендерден кімде-кім бір жамандық, құқық бұзушылық, зұлымдық күнә көрсе, оны қолмен түзетіңдер дейді. Егер оған шамалары келмесе дейді, тілмен айтып тоқтатыңдар дейді. Тілмен айтып тоқтата алмасаң, бұған да шамаң жетпейтін болса, жүрегімен жек көрсін дейді. Үшіншісі дейді, бұл иманның ең әлсіз дәрежесі дейді. Яғни біреуге қиянат қылып, я болмаса опасыздық жасайтын болса, мейлі адамға, мейлі мемлекеттің мүлкіне, оны дереу барып қолмен тоқтатуға тиіс. Бізде айналайын, не істеп отырсың? Мынау не сенің бұзақылық деп тоқтатуымыз керек. Шамамыз жетпесе, айтуымыз керек. Айта алмасақ, жиіркеніп тұру керек. Ей Алла, мынаны түзеші өзіңді. Бұл үшіншісі ең иманның әлсіздігі дейді.